Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін менімен бірге күзгі осенний аппетитка деген салат жасаңыздар. Бұл салаттың түрлері өте көп, мен осы түрін жақсы көремін. Бізге керекті заттар: 5 кг помидор, 2 кг тәтті бұрыш, жарты кг сәбіз. Сәбізді де өз қалауларыңызға байланысты салсаңыздар болады. 2 кг салсаңыздар да болады, жарты кг салсаңыздар да болады. Если сәбізі көбірек болса, салат қою болады. А если сәбізі аз болса, салат сұйықтау болады. Сонымен барлығын жуып тазалап, мясорубкадан өткіземіз. Ең алдымен помидорды өткізіп аламыз да, өздеріңіздің үйіңіздегі үлкен ыдысқа құйып, мен кастрюльға құйдым, мантаварканың астына. Соған құйып, помидорды алдымен 15 минут қайнатамыз. Қайнағанша күтеміз, сосын 15 минут қайнатамыз өзін. Содан соң тәтті бұрыш мен сәбізін саламыз. Чеснокты да мясорубкадан өткізіп жібереміз тоже. Чеснокты өз қалауларыңызға байланысты қоссаңыздар болады. 2 бас қоссаңыздар да болады, 1 бас қоссаңыздар да болады. Мен чесноктың 1 басын қостым. Содан соң қалауларыңызға қарай тұз, горошек, қара бұрыш, лавровый лист қосасыздар. Сосын үлкен қасықпен 4 қасық қант қосасыздар. Содан соң 200 грамм май, 5 литр помидорға 200 грамм сұйық май қосамыз. Содан соң барлығын тағы да 20 минут қайнатамыз. Сосын дәмін көресіздер. Если осындай видеолар ұнап жатса, менің салатымды, менің рецебім бойынша жасап көрсеңіздер, комментарияға жауап жазып қалдыр кетіңіздер. Пікір қалдыр кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мені қолдап кетіңіздер. Менің атым Мақпал Нұрайлықызы. Осындай пайдалы видеолармен енді сіздермен бөлісетін боламын. Мені тыңдағандарыңызға рахмет. Сосын осы салатқа жарты килограмм қиярды дөңгелектеп турап қосып жіберсеңіздер болады. Немесе соломка ретінде турап қосып жіберсеңіздер болады. Өте керемет болады түрі. Содан соң қалауларыңызға байланысты, если үйлеріңізде зелень жейтіндер болса, зелень қоссаңыздар да өте әдемі болады түрі. Сонымен күзгі бір салатымыз дайын. Ұнады деген үміттемін. Менің бұл алғашқы видеоларым, сондықтан қатты сынамаңыздар. Сіздерге ұнады деген үміттемін.